уақытта мен саған айтайын, нан тақтап жасап жатырмын анаңа. Бірінші сүргілеп тазалап аламыз. Сосын мынандай құрылғылармен күштетіп ою өрнек саламыз. Бүйтіп, сосын анаң оны нан пілуге, ет пілуге пайдаға асады. Сен де пайдаға асырасың бұйырса. Кетуші қалқатай сырласып. Молодец, көрдің бе? Күшті оюға істеп жатыр. Биби, кел, қызым. Менің жасап жатқан текеметті киізімді әдемі үйренгің келеді ме? Бұл қазақтың текеметті киізі. Оюдың түрлері өте көп біздің қазақта. Соның ішінде қошқар мүйіз оюы. Қошқар мүйіз? Иә. Сынық мүйіз. Сынық мүйіз? Иә. Марал мүйізі деген оюлар өте көп. Осы оюларды алып, біздер қазір әдемі түстеріне қарай алып, осы киізді әдемілейміз. Мен қазір ойған оюларымды саған беремін. Сен қай жерге үйлеседі деп ойлайсың? Соны біздер қазір екеуміз тігіп орналастырамыз. Мынау қандай түс? Сары. Сары. Мынау қандай түс? Жасыл. Жасыл түс. Керемет, қызым. Енді осы оюларды мен қазір тігіп көрсетейін саған. Қызым, мінекей, текеметті түрлі оюлармен әдемілеп шықтық. Сен өскесін бұдан да әдемісін жасайтын боламыз.